4-ші тарау. 3 жас дағдарысы. 3 жасқа жақын, кейде 2 жастан бастап, баланың өзгергенін байқайсыз. Томпақ, сабырлы момақан бір мезетте болмайтын нәрсе үшін шу шығара бастайды. Балаға себеп маңызды емес. Стаканмен су берсеңіз, басқа ыдыстан шемтеп байбалам салады. Егер осыған дейін баланы алдап сулап, назарын басқа нәрсеге аудару оңай болған болса, 3 жасқа қарай баланы тыныштандыру қиынға соға бастайды. Баланың концерттері жиілеп, күніңіз жылаусыз, қарсыласу мен қырсығусыз өтпейтін болса, балаңызда негативизм дағдарысы басталды деген сөз. Негативизм дағдарысы деп аталуының басты себебі баланың барлығын жоққа шығарып, жоқ қаламаймын деуі. Кейде баланың ұйқысы келгені, қарны ашқаны көрініп тұрса да бала жоқ деп қырсығады. Бұл дағдарысты әр бала әртүрлі бастан өткереді. Бір балада 2-3 эпизодпен аяқталса, басқалары айлап, тіпті 4 жасқа дейін жанартаудың үстінде өмір сүргендей болып отырады. Бірақ бұл дағдарыс барлық балада болады. Бала ата-анасын тыңдаудан қалып, бақылауға көнбейді. Саналы ата-аналар бұл уақытта баланың дамуында ілгеріге қарай даму болатынын көре алады. Яғни, бала лезде есейеді, өзгереді, дербестікке ұмтылады. Сондықтан бұл уақытты тағы бөліну дағдарысы деп те атайды. Бала ата-анасынан бөлініп, өзінің тұлға екенін жариялайды. Бауыр басудың дамуы үшін бұл кезең аса қызықты әрі маңызды. Сондай-ақ мүмкіндіктерге толы және қауіп те бар. Бала тыңдамағанда не болады? Бала неге еру құлқына бағынбайды? Егер зер салып байқайтын болсақ, баланың қырсығуы оның бізден қамқорлық сезінбеуімен байланысты болады. Мысалы, ойнап отырған баланың үстінен келіп, тісіңді тазалап ұйықта дейміз. Ал бала ойнағысы кеп тұр. Немесе жаурамаған балаға мәжбүрлеп қабат-қабат киім кигізіп әлек боламыз. Осындай кездерде бала бауыр басу аясынан шығып кетіп, фрустрация сезінеді. Осыған қарап шектеу мен талап неғұрлым көп болса, бала соғұрлым қырсығатынын көреміз. Жабайы тайпалар балаларына шектеу қоймайтындықтан, балалары әдетте тыныш болады. Баланың сезіміне ерік беріледі. Тоңып қалса киімді, қарны ашса тамақты өзі сұрайды. Біздің өмір сүру салтымыз бөлек болғасын, біз балаға шектеу қоюға мәжбүрміз. Осылай баланың санасы ата-анасын өзімдікінен бөтен адамға айналдырады. Бұл кезең ата-ана үшін ауыр, дегенмен баланың жағдайы одан да қиын. Себебі осы уақытқа дейін ата-анасы әр шақырғанда келіп, баланың қажеттіліктерін орындап жүрді. Ал енді миының әлі толыққанды дамымағанынан бала негативті эмоцияларына батып, ата-анасын ақтай алмайды. Бала өзі үшін жаңа бір сезімдермен ата-анасынан бөліну процесін бастан кешуде. Бір жағынан бөліну баланың дамуына аса қажет. Дегенмен, ата-анасының қанатының астынан шығу ол үшін тым қорқынышты. 3 жасқа шыққан бала кәмпит жегім келеді дейді. Бірақ анасы баланың қалағанын орындаудың орнына өзін біртүрлі ұстайды. Кәмпитті тамақтан кейін беремін дейді. Неге? Анама не болды? Кішкентай баланың миы бұл өзгерістерді қабылдағысы келмейді. Баланың жылап, мұңайып, шу шығарудан басқа амалы қалмайды. Баланың анасына «Сен енді бөтенсің, мен сені жақсы көрмеймін» деп төбелесіп, бақырып, жаңа өнер көрсетуі әбден орынды. Оңай, нәтижелі, қауіпті. Баланы бақылауда ұстап, тыңдату үшін ата-аналар жылдар бойы қысым мен жазаны пайдаланады. Қазір біреу келіп алып кетеді. Мен кетіп қаламын деген сияқты бопсалаумен қорқыту, дауыс көтеру мен шапалақпен ұру балаға әсер етіп, бала қайта ата-анасының ыңғайына көнеді. Бірақ өз ісінің дұрыс еместігіне көз жеткізгендіктен емес, ата-ананың күшіне қарсы тұра алмағандықтан. Осындай әдіс баланы қатты қорқытуы да мүмкін. Сол кезде ми балаға орныңда тұрып, жыла деген белгі береді. Бала 1 жасқа артқа шегінеді. Сіз оны қаттырақ қорқытып, ойыншықтарын жинауды талап етесіз, бірақ ол одан сайын күйзеліске батып, сізді естімейтін болады. Осындай жағдайларда баланың жан жарасы пайда болуы мүмкін. Әр ұрған, айқайлаған сайын баламен арасындағы бауыр басу сезімі жоғала бастайды. Теледидар көрсетпей қалса, бір түртіп қалпына келтіреміз. Бірақ одан теледидар жөнделмейді. Әр түрткен сайын шашыла бастайды. Баланың сезімі де солай. Әр ұрған сайын бала алыстай бастайды. Сіз үшін ата-анаңыз қамқоршы, қорғаушы бола алды ма деген сұраққа көп ересектер «Жоқ, әрине, ондай бола ма? Олар айқайлады, кейде ұрды» деп жауап берді. Сіз балаларыңызбен осындай қарым-қатынаста болуды қалайсыз ба? Нұсқаушы болу. Бауыр басу байланысын бұзбай, бұл кезеңнен қалай өте аламыз? Ең бастысы, 2-3 жастағы балалардың ештеңені әдейі жасамайтынын түсіну. Ересектердің өзі біреуді ызаландыру мақсатында әрекет етуге қиналады, ал баланың оған тіпті ойы жетпейді.
Баланың бұл үшін жауап беретін ми бөліктері әлі дамымаған. Бұл қабілет шамамен 6-7 жасында пайда болады. 3 жасар бала ата-анасына қарсы әрекеттенбейді. Ол біздің жауымыз емес. Бала тез өсіп, дамып, күнде жаңа дағды меңгеріп, есейіп жатыр. Бала мүмкіндігінің кеңейіп жатқанына өзі де қуанышты. Оның қолынан бәрі келеді. Бірақ ми әлі даму үстінде. Ол жағдаяттың қаншалықты қауіпті екенін қабылдамайды. Психологтар өте қызықты тәжірибелер өткізген болатын. Олар әртүрлі жастағы балаларға «Сен үлкенсің бе, кішкентайсың ба?» деген сұрақ қойды. 3 жасар балалар «Мен үлкенмін» десе, 5 жастағылар «Мен кішкентаймын» деп жауап берген. Сол сияқты 13 жасар жеткіншектер «Мен ересекпін» десе, 16 жастағылар «Әлі ересек емеспін» дейді. 3 жасар бала көп нәрсе жасай алса да, сыни ойлау қабілеті әлі дамымаған болады. Ол қазанның қақпағын айналдырып отырғанда, әкем сияқты көлік айдап отырмын деп ойлайды. Ал 5 жасар бала бұндай көлік шынайы емес екенін біледі. 13 жасар жеткіншектер «Мен ересекпін» деп кеудесін ұрса, 16 жастағылар өмірдің қиыншылықтарына төтеп бере алатындай ересек емес екендіктерін түсінеді. Бала қалауына қол жеткізуі үшін бар айласын қолданады. Бірақ ата-анасы мәселені кеңірек көре алғандықтан баланың қалауын қабылдамайды. Осы кезде кикілжің туады. Кикілжің ол көзқарастардың бір-біріне сәйкес келмеуі. Біз көршілермен, туыстармен, тіпті өзімізбен де кейде келісе алмай жатамыз. Ол жақсы да жаман да емес. Ол қалыпты нәрсе. Қарсыласу міндетті түрде ұрыс-керіске әкелмейді. Соттағы дау, саудаласу, отбасылық талқылау да кикілжің. Яғни әртүрлі көзқарастарды ортаға салу. Өмір қиын жағдайларға толы. Сондықтан ересек адамның осы кикілжіңді жағдаяттарда өзін ұстау стратегиялары әртүрлі болғаны жақсы. Ересек адам кез келген жағдайдан шыға алып, өмірге бейімделгені өзіне пайдалы. Ал егер баланы әр қарсылығы үшін жазалап, немесе керісінше баланың көңілін қалдырудан қорқып, айтқанын орындаса, бала өмірге қажетті стратегияларды игере алады ма? Ондай адам не ынжық, не қырсық болады. Осыдан негативизм дағдарысы тек ата-ананың шыдамдылығын тексеру ғана емес, ол баланың қарым-қатынас құруды үйрену үшін маңызды процесс екенін де көреміз. Сондықтан әр ата-ана тәжірибелі нұсқаушы ретінде балаға әртүрлі жағдаяттардан шығудың жолдарын үйретуі керек. Сіз баланың қарсыласы емессіз, керісінше оның нұсқаушысысыз. Теннисті жалғыз ойнау мүмкін еместігі сияқты бала да қарым-қатынас құруды жалғыз үйрене алмайды. 3 жасар балақайдың алдынан жаңа әлем ашылып жатыр. Ата-анасымен ойы бір жерден шықпайтын әлем. Бала үшін бұл шок. Бірақ ата-анасы жаза мен қысым қолданбаса, бала бұл кикілжіңді шешіп үйренеді. Бала өзінің ерік-жігері басқалардың ерік-жігерімен шектелген. Өз қалауы мен жақындарының қалаулары сәйкес келмейтін әлемде өмір сүруді үйренеді. Бала ата-анасына қарсылық білдіргенде, олардың жауап ретінде әртүрлі жолдарды қолдануы маңызды. Кейде келісіп, кейде келіспей, бірде ойынға айналдырып, ал бірде мүлдем басқаша әрекет жасау. Ата-анасының мәмілеге келу үлгісінен бала сабақ алып, тәжірибе жинайды. Мысалы, баламен бірге ойыншықтарын жинай салу, кім бірінші киінеді деп бәстесу және баладан ұтылу. Аспандағы айға қол жеткізе алмайтынын түсіндіріп, баланың жылауын қабылдау. Бұл дағдарыс мәңгі емес екенін есте сақтаңыздар. Өте үлкен ит. Негативизм дағдарысы ата-ананың шыдамдылығымен қатар бауыр басуды да тексереді. Ересек адам баланың қарсыластығы мен қарсыласуын көтере алады ма, әлде бала сияқты қырсығып, абдырап қалады ма? Бауыр басудың ерекшелігі оның иерархиялық қарым-қатынас болуында. Яғни бұл байланыс әлсіз бен мықтының, басқарушы мен ерушінің арасында болады. Бала бағыттаушыға қамқоршы болатын ересекке мұқтаж кішкентай адам. Өткен ғасырдың екінші жартысында бала тәжірибесінде тың өзгерістер пайда болды. Екінші дүниежүзілік соғыстың зардабынан бас көтеріп, отбасылық жылулыққа қайта қол жеткізген еуропалықтар мен американдықтар бала тәрбиесіндегі иерархиядан бас тарта бастады. Балаға тең ретінде қарап, ештеңеге тыйым салмай, ештеңе талап етпей тәрбиелеу моделін қолдана бастады. Балалар ата-анасының атын атап шақырып, ойына келгенін жасай алатын. Бұл ғасырлар бойы жалғасқан қатаң тәртіппен ауыр жазалау арқылы тәрбиелеуге қарсы реакция іспетті болды. Бірақ бұл тәжірибе оң нәтижесін бермеді. Себебі ата-ана мен бала арасындағы иерархияның жойылуы балаға мазасыздық, тревожность пен үрей сезімдерін тудырады. Балаға өзін қорғайтын, қамқор болатын ересек ата-ана керек. Тұрақты қамқорлық, властная забота, бағындырумен қысым жасауға емес, көмектесумен қорғауға негізделеді. Яғни, бала алдындағы жауапкершілікті сезініп, оған зиян тигізбей әрекет ету. Мысалы, жылаған баланы тыныштандыру үшін
басқару да қамқорлық та керек. Себебі қатаңдық көрсеткен ата-ананың жанында бала өзін қауіпсіз сезінбейді. Ол қорқыныштан ғана жылауын тыюы мүмкін, ал тыйылған эмоциялар балада невроз болып шығады. Мысалы, егер бала көкөністерді жемеймін деп қырсықса, оған: мен көкөністерді өте пайдалы деп санаймын, бірақ саған бұндай тамақтың дәмі ұнамайды, сондықтан мен саған күштеп жегізбеймін деу арқылы баланың жеп-жемеуі сізге байланысты екенін көрсетесіз. Бұл мысалда ересек қамқорлық пен мықты байланыстың барын көрсетіп тұр. Яғни, баланы түсініп, оны қабылдап, баланың айтқанына көну ретінде емес, өз шешімі ретінде білдіріп тұр. Бұл мықты ата-ананың іс-әрекеті. Ал әлсіз ата-ана бұндай жағдайда кет шәрім мазамды алма деп мәселені шешуге тырысады. Бұл ата-ананың қамқор болу міндетін балаға ысырып қоюы. Баланың өтінішін қамқорлық арқылы да, қысым жасау арқылы да қабылдамауға болады. Бір нәрсеге тыйым салып тұрып, баламен қалыпты қарым-қатынас сақтауға болады. Бұл жерде контейнерлеу әдісі көмектеседі. Мысалы, сенің тағы мультфильм көргің келіп тұрғанын түсінемін, бірақ ұйықтайтын уақыт болды. Көңіл күйің түскен сияқты ғой, кел маған, мен сені құшақтап жұбатайын. Ашу ызаға беріліп, бір нәрсені талап ететін ата-ана доминантты ата-ана емес. Мысалы, сенің бар ойың тек мультфильмде, мүлдем тыңдауды қойдың, үп-үлкен болып неге еңірей бересің? Келесідей жағдайды кездестіріп көрдіңіз бе? Үлкен ит аулада күннің көзіне жылынып, демалып жатыр. Жанында кішкентай күшігі асыр салып ойнап жүр. Күшік біресе анасының құлағынан тістейді, біресе оның үстіне мінеді, біресе құйрығын тартады. Күшік иттің мазасын алғаны көрініп тұр, бірақ үлкен иттің ашуланып, ызаланғанын елестете аласыз ба? Ол ызаланбайды, себебі ол үлкен ересек ит. Ол күшігіне мүлде басқа көзқараспен қарайды. Күшіктің аты күшік. Егер ересек адам өзін осы ит секілді үлкен ретінде сезінсе, ол балаға ашуланбас еді. Балақай су төкті ме? Тамақты шашып жейді ме? Улап-шулап жүгіреді ме? Солай-ақ болсын, ол бала емес пе? Ал ашуға булыққан ересек ата-ана үлкендік көрсете алмайды. Ол төгілген су мен шашылған ойыншықтың ар жағындағы баланы тіпті өзінде көре алмайтын жағдайға жетеді. Егер сіз өз эмоцияларыңыздың жарылайын деп тұрғанын сезсеңіз, кідіріс жасаңыз. Сыртқа шығып, терең тыныс алып, беті қолды жуып, су ішіп, тынышталуға тырысыңыз. Өзіңіздің нақты неге ашуланып тұрғаныңызды анықтаңыз. Ойша өзіңізді аяп, демеу беріңіз. Соғыстан кейін. Симбиотикалық байланыс. Бала мен ата-анасын бір тұтас әлем сияқты қабылдау. Дағдарыс уақытында бұл тұтас байланыстың ыдырауы басталады. Себебі баланың әрқашан ата-анамен бірге болуы мүмкін емес нәрсе. Бала есейеді, өз көзқарасы пайда болып, дербестікке ұмтыла бастайды. Бұл табиғи процесс. 3 жасар бала өзінің әке-шешесінен бөлек екенін түсіне бастап, бұл жағдайға қорқынышпен қарайды. Өйткені ол туғаннан бастап басқа қарым-қатынасты көрген болатын. Бала қорқады, жылайды, ашуланады, бірақ қолынан келер шама жоқ. Кішкентай балақайдың басынан өткеріп жатқан бұл қиындықты түсіне білетін қамқор ата-анасы болса, бала дамудың келесі деңгейіне жеңіл өтеді. Бауыр басу байланысының мықты екенін көрсетіп, балаға ешқандай қауіптің жоғын білдіру маңызды. Ал егер ата-ана баланы түсінбей, оның жылауын көтере алмайтын болса, бала өзін қажетсіз сезініп, жалғызсырайды. Ата-ана өз жауапкершілігін балаға артып қойып, баладан ересектің іс-әрекетін күтеді. Бұл теріс байланыс перевернутая привязанность деп аталады. Яғни, бала альфа басқарушы позициясына өтіп, одан бетер қырсығып, жылап, неше түрлі өнер көрсетеді, бірақ бала бәрібір өзін бақытсыз сезінеді. Себебі ол ата-анасының қамқорлығы мен жауапкершілігін сезбейді. Баланың өз бетімен пайда болмайтынын білеміз. Сондықтан баламен қарым-қатынас үшін ата-ана жауапты болады. Себебі біз оларды дүниеге әкелуді ұйғардық. Бала Құдайдың аманаты. Енді баланы қалай тәрбиелейміз? Шынында баланы қалай тәрбиелеу керек? Баланы өбектей берсек, біреуді ұруға болмайтынын қалай түсіндіреміз? Бұл сұраққа жауап беру үшін мидың қызметіне зер салайық. Мидың құрылымы өте күрделі. Дене үшін, яғни қимыл әрекет үшін жауап беретін бөлігі ми бағанасы, ствол деп аталады. Ең жоғарғы жерде оқу, санау, ойлау, сараптау, жаңалыққа құмарлық, зерттеуге деген қызығушылық үшін жауап беретін ми қыртыстары кара орналасқан. Ал осы екеуінің арасында лимбикалық жүйе бар. Оны тағы ортаңғы немесе ішкі ми дейді. Лимбикалық жүйеде эмоциялар, бейсаналы реакциялар, қарым-қатынас құру және әлеуметтенуге қажетті бағдарламалар, өмір сүруге құлшыныс пен көбею бағдарламалары жатыр. Ең маңыздысы өз-өзін сақтау бағдарламасы, яғни қауіп-қатерді бақылау мен одан құтылу жолын қарастыру, көбею және көбею үшін серіктес іздеу, махаббат пен құмарлық,
ұрпақ жалғастыру бағдарламалары. Осы ұрпақ жалғастырудың ішінде бауыр басу бағдарламасы жатыр. Бауыр басу бағдарламасы ересекке қамқор болуды, қорғауды, жауапкершілікті сезінуді жүктейді, ал бала үшін тәуелді болуды, артынан еруді, сенуді бағдарлайды. Бұл бағдарлама бейсаналы түрде іске асады. Ақыл-есі кем ата-ананың өзі мейірім мен махаббатта өссе, өз баласына да өте жақсы ата-ана болуы әбден мүмкін. Жоғарғы қыртысты ми мен лимбикалық жүйе арасында белгілі бір байланыс бар. Лимбикалық жүйе тыныш болғанда ми қалыпты жұмыс жасайды. Біз тірлігімізді жасап, күнделікті нәрселермен айналысамыз. Бірақ қауіп төнген кезде күйзеліс гормондары қанға бөліне бастайды. Осыдан біз күйзеліс кезінде ойланып, ақылға келу қиынға соғатынын көреміз. Баланың миында осыған ұқсас процестер жүреді. Бала шошыған кезде, ауырғанда немесе шаршағанда қоршаған ортаны зерттеу әрекеті тоқтап, ол ата-анасымен жақындық іздей бастайды. Ал егер баланың күйзелісіне ата-анасының ашу-ызасы қосылса, бала 2 есе қиналады. Бауыр басу баланың тіршілігіне қажетті байланыс болғандықтан, бұл байланыстың құлдырауын бала өміріне қауіп төнгенмен бірдей ауыр қабылдайды. Ата-анасы айқайлап, ызаланған кезде бала өзін қажетсіз сезінеді. Бұндай кезде бала ешқандай оқу үйренуді меңгере алмайды. Сондықтан бала ешқандай ақыл-кеңеске құлақ аспайды. Балалар ашуланғанда, қорыққанда, эмоциялары басым болғанда, оларға мән үйрету ешқандай әсер етпейді. Сөз жоғарғы мидың құралы, ал эмоциялар көтерілгенде жоғарғы ми демалысқа шығады. Бала бізді тыңдап, түсінсін десек, оның лимбикалық жүйесін тыныштандыруымыз керек. Балаға қамқорлық танытып, сенімін ақтауымыз қажет. Оны құшақтап, жұбатып, сезімін сөзбен түсіндіру маңызды. Баланың эмоциялары енді ғана көтеріліп бара жатқанда, баламен құшақтасу, оны қытықтау, сыйпау пайдалы. Ал жағдай ушыққан кезде күтуден басқа амал жоқ. Яғни баланың айқай-шуын көтеріп, сабырлылық таныту керек. Егер өзіңіз ашуға булығып тұрсаңыз, баланың тынышталуы екіталай. Сондықтан терең тыныс алып, өзімізді қолға алуымыз керек. Бала ата-анасының қалыпты тыныс алуына, сөйлеу мәнеріне, дауыс ырғағына бейімделіп тыныштық табады. Ал мән үйрету мен ақыл-кеңес айтуды кейінге қалдырған абзал. Бала әбден жылап болып, қалпына келгенде ғана оған дұрыс іс-әрекеттің қандай болу керек екенін жеткізе аласыз. Осы кезде бала сізді тыңдап, түсіне алады. Балаңыз кішіпейіл, кешірімді болсын десеңіз, өзіңіз кешірім сұрауды дағдыға айналдырыңыз. Егер бауыр басу байланысы мықты болса, бала өзіңізден үлгі алатын болады. Негативизм дағдарысы кезінде сіз де, балаңыз да пайдалы аласыздар. Бірақ жоғалтатын нәрселер де болуы мүмкін. Сондықтан балаңызбен кикілжің туындағанда оның сапалы болуы маңызды. Себебі кикілжіңнің өзі де қарым-қатынас болып есептеледі. Бала сіз ұсынған модель арқылы тәжірибе жинайды. Қанша кикілжіңді жағдайлар туса да, олардың қарым-қатынасқа, бауыр басу байланысына әсер етпейтінін көреді.